Жан жолдастар, егеменді қазақ елінің тұрғындары және тегіс жандары, Яндекстелген күнделіктерімізді бастаймыз. Оразаның екінші күні құтты болсын, Рамазан айы құтты болсын. Ораза ұстап жатқан жандарға болса, оразалар қабыл болсын. Осы айда Аллах Тағала берекеттеріңізді асырып, ризық несібелеріңізді төгіп, шашып, аямай берсін деп тілейміз. Машинамызды жудық, сағатымыз 11:30. Линияға шығайық. Коэффициент 1200 болып тұр. Линиядамыз. Яндекс күнделіктер басталды. Неман, брат, ыңғайлап отырды. Лайк басып, кайфовать етсейші. Сен ші маған кайфанеш деяқпасың. Кеттік. Ал, достарым, бірінші тапсырыс келіп түсті. 3 минут уақыт беріледі екен. Берілуге Путилича деген жерден, үйдің жаны ғой. Сол жерден өтіп бара жатқам ғой, үйтпше, сөйтсем заказ келіп тұр. Рахмет. Қазір сол заказды алуға кетіп бара жатырмын, достар. Без грузчика дейді, наличный. Төленет. Тапсырыс алып кететін жерге келдік. Қазір күтейік. Шо там, где там ты, брат? Так, братва. Так, достарым, тигр жандар, заказды алып кеттік. 11 минут уақыт екен. Бір машина антифриз бен май басып берді. Кеттік. Так, роднойлар. Заказ түсіріп садық. 3280 теңге болды. Все, дальше кеттік, достар. Біз қазір Карсити жақтамыз. Сосын, let's go боламыз. Карситиден төмен түсіп келе жатырық, достар. Екінші тапсырыс келіп түсті. 20 минуттық подача екен. Ұзақ поездка деп жазылып тұр. Соған барып көрейік қазір. Қай жерде екен. Все, давай де. Вот, жұмыс істеген жайлап қыза бастады. Молодцы. Достар. О, жерден қуалап отырып қайтадан Алтын Орда базарынан алып келді ғой, жаңа Карсити жақтан. Осы жақтан алып кететін сияқтымыз қазір заказымызды. Так, жаңа Алтын Ордаға келдік, достар. Заттарымызды салып отыр. Так, братва, заттарымызды алып кеттік. Бір машинаға фрукты басып берді. Жүретін жеріміз 1 сағат уақыт алып келген. Кеттік. Әлі кетіп жатырмыз ғой, жаңа заказбен. Гүлдалаға барады екенбіз бергенше.
общем, кетіп жатырық. Давайте. Ақшасы да нормально шығу керек мынаның ше. Так, братвашка. Жаққа қарай келу керек екен. Все, орнына келдік, тоқтадық. Осы жерге түсіріп өткенбіз қазір. Так, достар. Тапсырысты түсіріп алды. Ақшасы осындай болды. Кеттік. Тағы бір тапсырыс, достар. Онымен қалайша Ваздың кольцосы жағдамыз. Қалай, оразаларыңыз қалай отыр, ә? Ораза ұстап атсыздар ма өзі? Бәрі жақсы ма? Қабыл болсын оразаларыңыз. Достар, келдік. Алып кететін жерге қазір арматура басатын сияқтымыз ол. Так. Әлі күтіп тұрмыз. Ажидейшн. 5 ағаштың асты ғой. О, братвам! Кеттік ары қарай. 3 метрлік арматуралар дәл осылайынан салдыртып алдық. Let's go. Достар, сіздерге түсіруді ұмытып кеттім ғой. Жаңа жерге қайтадан заттарды әкеп өзіне тапсырып тастадық. Возврат жасады да жарты жылдан. Өйткені заказчик алмаймын деп айтқан екен. Все, сол үшін заказды атмен алып тастадық. Атмен алғанда возврат жасадық. Возвратпен 4170 теңге шықты. Қазір біз Калининнің астындамыз. Калининнің ішіне кіріп көрейік. Заказ бар екен. Так, Калининге кірген сол өтші. Заказ келіп тұр ғой. 14 минут подачамен. Аэропорт жақтан примерно. Buradan көріп кету керек дейді. Жарайды. Ну ладно. Жаңа ғана осы жерден кірген едім ғой. Көктем кішкене ауа райы әйбет болып адамдар бүйтіп деп демалып, етіктерін шешіп, туфли киіп, кроссовка киіп рахаттанып жатқан шақтары болу керек. Әдебиет кітаптарының беттерінен оқыңыздар. Яндекс қуған сәбит. Так. Жаңа ғана звондады ғой. Осы заказдың жаңа заказчиктер. Айтады жаңа. Жаңа не дейді. Аэропорттың грузовой отделениесіне барамыз қазір. Сәмөттердің жанына әнес. Сәмөт қараймыз қазір. Десең. Әне, аэропорттың грузовой жағында келдік, достар. Жан-жақтың бәрі камера дейсің кәдімгі. Жүк терминалы деп жазылып тұрады işte. Жүк басатын жағына келдік, достар. Қазір біздің заттар тапшық береді. Tudun jölbürek elad. Де солай де, достар. Мына жердің кәдімгі контролі қатты ғой. Жостық тексереді. Ал, кеттік, достар. Бұйыртса міне 5-ші заказ болды. 1 сағат 6 минут жүреткенбіз. Иншалла қазір көреміз, қай жерге барамыз.
қанша шығады екен? Қой. Давайте. Так. Түсіретін жерге келдім, достар. Мынау не деген үй? Тау жақта жүрсің, короче. Қазақшасын көреміз. Так. Братвалар, тапсырысты бердік. Мына жерде интернет өте нашар екен. Нашарский. Қай жақта жүргенімді өзім де білмеймін бар ғой. Картым айтып шығуын. Так, ну что там, интернет не болды. Аэропорттан ошо мына жаққа дейін 6340 теңге шықты. Почему-то. Осы жерде видео бітті, достар. Ары қарай ауызашар болып кетті. В общем, үйге қарай қайттым. Видеоға лайк басайық, каналға жазылайық. Алдағы видеоларда жолыққанша.